Барлықтарыңызға сәлем. Салмақ тастау кезінде мен тауықтың аяқтарын духовкада қалай дайындаймын, соның рецептімен бөліспекшімін. Ең алдымен тауықтарды тазалап жуып алғаннан кейін терісін жемейтін болғандықтан сыртындағы терісін барлығын алып тазалап аламын. Егер салмақ тастап жүрсеңіз, сізге артық май қажет емес, сол үшін осындай терілерін тазалап алып тастаймыз. Піскеннен кейін де тазалауға болады, бірақ тауық бірден қызарып, әдемі болып пісу үшін мен осылай терілерін алып тастаймын. Енді ары қарай дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосамын және осындай тауыққа арналған приправаны қостым. Майонездің орнына мен 2% греческий йогуртты пайдаланатын боламын. Себебі бұл өте идеальный, майлылығы 2% қана. Енді барлығын жақсылап араластырғаннан кейін тауықтың аяқтарын 20 минуттай мариновать етіп қойып қоямыз. Маринатталған тауықтың аяқтарын енді противенге тізіп, духовканы алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Тауықтың аяқтарын духовкада 180 градуста 40 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. 40 минуттың ішінде голен осылай қызарып, дәмді болып пісіп шығады. Қасына өзіңіз қалаған кез келген гарнирді және балғын көкөніс салатын қосып жесеңіз болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналымнан әртүрлі оңай әрі қолжетімді дайындалатын ПП рецептерді таба аласыздар.